Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Біз өзіміздің жұлдыздағы складтағы өткенде қабырғаны штукатурка жасадық, сосын лифкаш жағып кеттік. Енді бүгін шкуркілеуге келіп отырмыз, қабырға дайын. Енді біздің шкурка жасайтын аппаратымыз бар ғой. Сол аппаратпен қазір мен өзім осы 30 квадрат метрді шкурка жасап көреміз. Ол жерде бізде неше түрлі кругтар, наждачный кругтар, сосын жаңа бір жерге шашып кеттік қой жай үшін. Кейін шкуркілеп көреміз деп, шпательсіз. Сол жерде тексеріп көрейік. Онда қазір наждачный кругтарды көрсетейінші мен. Біздің шкурка аппарат өздеріңіз көріңіздер ғой, мынау аппарат қой. Бұның басы өте ыңғайлы шкурка жасағанға. Мына жерінде пылесос деп айтуға ұят, кішкене вентилятор десек те болады шығар, бірақ сорады ғой бәрібір. Осы бір 50-60% шаңды сорады. Мына қапқа жинайды. Қазір тоқтатып көрсетейін. Освещениесін. Қосылып істеп тұр, аппарат жұмыс істеуге дайын. Қазір өшіре тұрайық. Жұмыс істемес бұрын бұл аппараттың қазір басында губкасы жұмсақ, мынандай губка тұр басында, ол жұмсақ. Бұл лифкасты шкурка жасауға, бет тегістеуге арналған. Бізде қазір мынандай сары түрлері келді, бұлар қатты. Бұлар жаңа штукатурканың немесе ағаштың сондай қатты нелердің бетін алуға арналған. Бұған мынандай 40-тық фракциядағы наждачный бумаганы жабыстырып алсаңыз болады осындай қағаздар. Бұнда біраз клиенттеріміз, тұтынушыларымыз сұрап жүрді, өйткені бізде осыған дейін ең ірісі, бұл қағаздың ең ірісі 120-лық болған. Қазір бізде 40-тық, 60-тық, 80-дік деген түрлерінің бәрі келді, толық. Сол жаңалықпен бөлісе кетейін. Одан бөлек бізге бұрын ең ұсағы майдасы 240 болған. Қазір 320-лығы да келді. 240-тан да мелкий. Одан бөлек мынандай сары түрлерде келді. Бұнда бір кейбір тұтынушыларымыз сұрастырып жүрген, сол үшін алдырып көрдік осы жыл. Бірақ әлі қолдан көрмедік. Қазір өзім көрейін деп отырмын. Біреу 180-дік, біреу 150-лік. Бұлардың мынандай ойық тесігі жоқ. Сәл басқаша. Сызық қалдырмайды деп айтты, енді көрейік қаншалық сызық қалдырмайды. Онда жұмысты бастайық, тез бітіріп қайту керек. Біз ең бірінші 180-дік наждачный кругты алайық. Оны не үшін алып тұрған білмеймін. Өзіме осын бірінші жұмыс істеген дұрыс сияқты болып тұр енді. Тесіктерін туралап жабыстыру керек міндетті түрде. Содан кейін ары қарай көреміз. 40-тықпен, сары бумагамен мынаны да салып көреміз, қалай болатын қаттымен. Сәл қисық болды. Болды. Қолға кәдімдей салмақ бір 5-6 килограмм бар сияқты салмағы. Бірақ қабырғаға тіреген кезде салмағы білінбей кетеді. Біздің өткендегі құр шашып кеткен жер шпательмен тартқан жоқпыз. Соны төре өзің кеп жақыннан көрсетсеш бір. Қазір мен шкуркілейін, содан кейін қалай болатынын көрейін. Болды ма? Мына жерде де мынандай проблема болды бізде. Точка болып қалды ғой, шұңқыр болып. Көрініп тұр ма камерадан? Мынау короче лифкасты араластырамыз ғой. Араластырғаннан кейін 5 минутта тұру керек та, мынау ішінде лимонный кислота реакцияға түсіп үлгермей қалды да сумен. Біз өткенде асығып жасадық та бірден шашы салдық қой.
Сол үшін андай тесік болып шығып қалды, ауа шығып қалды да, енді мынау шкурка кезінде кетпей жатыр. Содан кейін мынау бетіне шығып тұрған жерін енді бірден алып кете алады, қанша қалың болса да. Бірақ лифкас толмай қалған жерлерде енді ештеңе істей алмайсың. Сол үшін лифкасты бетіне шықпасын, ондай шұңқыр қалдырмай жабу керек екен. Біздің жай ғана шашып кеткен жерді шкуркілеп едім, мынандай ойық болып түсіп қалды. Астындағы лифкасқа бірікпей қалған ғой, білмеймін, бұның себебі мүмкін бетін шпательмен тартпағаннан кейін осылай болып қалды ма? Түсінбедім мынаны шыны керек. Егер сіздердің араларыңызда біреуіңіз білсеңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер, не үшін болған. Сол бір лифкас жабыспай қалды. Не болса да шкуркілеп көрейін, мына ажда қанша жерге жетеді екен, тоқтамай шкуркілейінші. Шаршаймын ба, демалу керек па? Әзір монтаж емес, демонтаж болып кетті. Өткенде шашқан лифкасты бетінде бір слой қалдырып кетіп еді ғой, соны полностью алып тастау керек болды. Біраз жерін алып тастадым. Негізі оны алғанға 182-ге қарағанда әлдеқайда ірілек шкурка салғанымыз, құм қағаз салғанымыз дұрыс болар. Құм қағаз әлі орында, көрініп тұр. Цветін өшіріп тұрайын, көзге ұрады екен. Әлі өз қалпында. Шаң көбірек шықты, жаңа мен оборотын үлкейткен кезде жылдам алып тастағым келіп, оборотын үлкейтіп едім. Сәл қисайса, шаң қатты айдап жібереді екен. Негізі басында 3-ке қойып істегем, ары қарай да сол 3-ке қойып істеймін деп ойлап отырмын. Бұдан кішкене ірілік наждачный крюк салып көрейік. Жалпы бұның арғы беті шпательмен тартылған ғой. Ол тип-текс болып тұр, онсыз да. Ол қатты да, мынау жұмсақ. Екең түсі де кішкене ұқсамайды. Мынау сәл сұрғылт түс болса, мынау ақшыл болып қойған. Көрген әрімшен аққашатын санның кезеді қарғасында. Жүз 120-ші крюкті салып жатырмыз қазір. Қолмен қай уақытта шкуркілеп бітетінін білмеймін ана жерде. Біраз слойды алып тастадық негізі. Шашып кеткен бөлікті толықтай алып, бірақ 1 метр тағы да шкуркілеп қойдық. Ол 1 метрге 1 минутта уақыт кеткен жоқ, жылдам болады екен. Ары қарай осы крюкпен істей береміз ғой деймін. Бірақ мынада іздері көрініп тұр. Мынау егерде қымбат жаңа ремонтта, ребро ремонт істеу керек болса, мынандай іздермен әрине тапсырыс беруші қабылдамайтын болу керек. Краска жауып кетпейді. Басқа крюкпен ауыстырып көреміз. 320 мен шкуркілеп көрейік. Сызықтар көрініп тұр ма?
Көрініп тұр ма сызықтар? Қазір 320 мен сосын сары наждачный куркпен істеп көрейік, жаңа қолымды кесіп кетті мына жерде. Енді шырағын жағуды ұмытып кеттім ғой. Соны жаңа қосып алғаннан кейін бүйтіп шырағын жағамын деп ұстап қалып едім, мына жерге тиіп еді қолым, мына жерін. Тересін жұлып кетті. Апасының екен қолым бірден күйдіріп кеткен сияқты болды. Айналып тұрғанда анаған қол тигізуге болмайды екен. Байқаңыздар. Әзір қосып алайық. Егер сіз валикпен красклейтін болсаңыз, валикпен грунтовка жағатын болсаңыз, онда бірінші шағын сүртіп алған дұрыс болар. А егерде безвоздушный распылитель қолдансаңыз, грунтовканы бірден шаша берсеңіз болады, өйткені ол напормен, давлениемен ұрған кезде жел пайда болып, мына шаңды өзі жоғалтып жібереді, бірақ жұмыс істеп жатқан жерді шаңдатқан. Ол да дұрыс емес. Ең дұрысы, сіз кәсіби құрылысшы болғыңыз келсе, онда бір шаң сорғыш жалғап алыңыз үлкенірек. Ол тек шкурка кезінде емес, көп жерде керек болады сізге. Енді мынаны жақыннан алып көрсетші төре. Жаңда үлкен сызықтар жоқ. Көрдің бе? Жаңда үлкен сызықтар қалмады. Демек, сіз 120-150 наждачный куркпен бір рет жүріп, кейін 320 мен үстінен жүріп өтсеңіз, көп уақыт алмайды екен, жылдам болады. Қабырға өте әдемі болып шықтың. Краскілеуге дайын, осының бетін краскілеу беруге болады. Грунтовка жағып, сосын краскілеу беруге болады. Ары қарай 320 мен істеп көреміз бе? Сары қағазды көрейік, е? Шкуркіленбеген жерді көрейікші, 320 мен қалай болады екен. Мына жерлер шкуркіленбеген ғой. Бұл да жылдам болды, е? Мен де бірден істеп кетуге болады, бірақ 320 жылдан бітіп қалады да, бұның ресурсы ұзаққа бармайды. Сізге кішкене құм қағаз үнемді болу үшін ірісімен пайдаланып бірінші шкуркілеп, содан кейін осы 320 мен бір рет жүріп өткеніңіз дұрыс болады шығар. Білмеймін енді ол жағын. Білетіндер болса, айтыңыздар, жаза кетіңіздер комментарийге. Өздеріңіздің опыттарыңызбен бөлісіп. Сосын сызық қалып жатыр, әлі де 320 мен істесек те. Кішкентай сызықтар. Бұл сызықтар енді краска жауып кететін шығар. Бірақ бұл сызықтың пайда болуы негізі құм қағазға да байланысты емес, бұл смеске де байланысты. Кейбір сместерде осындай сызық қалады шкуркілеген кезде. Ол үшін жаңағы шелектегі полимерный мықты сместерді пайдалану керек. Оларда ешқандай сызық қалмайды. Соны сары қағазбен істеп көрейік, мүмкін сызық қалмайды шығар, е? Тесігін тураламайсың да, прямой жабыстыра бересің. Мынаның диаметр сәл үлкендеу ғой деймін. Шетімен бірдей болды. Шырағын жағамыз. Өзімше әдемі көрінсін деп шелекті егім асып алып едім. Оны тастай саған дұрыс екен. Негізі сары қағазда сызық қалдырмады ғой.
сызық қалдырмады, бірақ қабырғада липкастың білмеймін сапасы дұрыс емес па, біртүрлі. Бірақ сызық қалдырмады, тегіс шықты. Мүмкін краскіден кейін әдемі болып кететін шығар. Бір көзіме біртүрлі көрініп тұрды анандай видеолер. Шпательмен дұрыс тартылмаған ба? Анау кірпіш қалап жатқанда штукатуркамен дұрысталады деп, штукатур қисық болғанда липкаспен дұрысталады деген сияқты біз краскіге қалдырайық, краскіден көрейік қалай болып шығатынын. Бірақ сызық қалдырмады, теп-текстур әдемі. Бұл тесттердің барлығынан сору керек қой шаңды. Бірақ шаң соруы сәл нашарлау сияқты. Анау 6 тесігі бар қағазға қарағанда. Қолмен ұстаса бірдей бедерлер. Негізі мен өткен видеоларда да айтқам, аппаратты бетімен жерге қойға болмайды. Бетіне қол құрылғысы жабысып қалады, содан кейін щеткасы шетіндегі мыжылып қалады да, мыжылған жерінен шаң өтетін болады. Сол үшін үнемі шалқайтып қойыңыздар. Наждачный круг болса да, бұл да жерге жабысса бетіне қоқыс жабысып қалады. «150» салдық, енді тоқтамай айдық. Тексеріп көрдік, көретін нәрсе. Мынандай бір деңесі бар маңдайында, бұны төбені істеген кезде шекесінен тартып қояды дейді енді, осылайынан. Білмеймін қаншалық пайдасы бар екен. Мен өзім пайдаланып көрмедім енді ондайды. Басы қызып кетеді екен кәдімгідей. Әр жерінде алюминий бар ғой, темір жер. Сол жер қызып кетеді екен. Жалпы маған ұнады. Енді өз затыңды сатып отқан товарыңды жамандамайсың, бірақ жұмыс істеген кезде маған ұнағаны шпательдің салған үлкен түзу сызықтарын көз алдында қалай қисық сызыққа айналдырған тамашалап отырасың. Мынандай ай тәрізді сызықтар қалып отырады. Өйткені бұл наждачный кругтың размері, фракциясы ірілігі тасының 150 болғаннан кейін біз қалдырады. Енді бірінші осы 150 мен істеп, соңынан 320 мен немесе жаңа сары наждачный кругмен істеп шығу керек шығар. Содан кейін
қолға қатты ауырлығы білінбейді. Бір 30 квадрат істеп, 50 квадрат істеп, бір демалып алсаң болады, бір 5 минутта перекіп жасап. Күніге 500 квадрат деген ол істеуге болады, бұнымен 500 квадратты бір күнде бір адам істеуге болады. Бірақ ливкастың сапасы жақсы болу керек, жағылған. Шпательмен тегіс жағылса, жұмыс жылдан бітеді. Бұл қабырға менің көңілімнен шығып тұрған жоқ, әлі де идеальный емес, өйткені шұңқыр жерлерін шкуркамен толтыра алмайсың. Бұл тек ливкастың артық шыққан жерлерін ғана алып тастай алады. Кей жерінде диасқа риза боласың, өте жақсы жаққан шпательмен, кей жерінде қалып кеткен жерлері бар. Содан кейін қабырған бұрыштарына қаншалықты жақындайды дегенде негізі 1 сантиметр жақындайды. Бірақ сіздер 4-5 сантиметр запас алып кете бергендеріңіз дұрыс шығар, өйткені бізде көп жағдайда бұның маңдайы кетіп қалады ғой. Мына шеттері, мына пластик тозып кетеді. Мына пластик. Қабырға қазала береді де бүйт бұрыштарға. Мына тозып кетеді. Соң бұның маңдай ғана тозса, бұл мынау бөлек ауыстыруға болады. Мына жандар тозып кеткеннен кейін амал жоқ, оны ауыстыру керек болады. Содан кейін мынау щетканы сіздер уақытында ауыстырып тұрғандарыңыз дұрыс, өйткені бізде келген ремонтқа келген шлиф машинкалардың көбінде мынау щетка бітіп қалады да шаң бұрқырап жүреді. Жаңа кезінде ғана шаң жинайды сияқты дейді. Енді бұл щетка бізде запаста бар ғой, ауыстырып алсаңыздар болады. Содан кейін мынаны тарелканы ұстап тұратын губканы. Шестигранник бар, мына жерде ол подшипникке бекітілген. Сол подшипник кетіп қалады. Сол кезде ойнайды, тебет, шаң бұрқылдады. Енді ойып кетеді деген жағдай, қолының сезімі жоқ адамдар болмаса, мен көп істеп көрмедім ғой менде, бірақ ешқай жерін ойып кеткен жоқпын. Ойып кету үшін бұны қисық ұстау керек, қисық ұстап қатты басу керек. Егер бұны сіз тек қабырға тигізіп тұрсаңыз, онда бұл шкуркілемейді. Өйткені мына жерінде пружинамен 4 шұрыққа бекітілген, сіз бұған салмақ салған кезде ғана шкуркілейді. Бір жерде тұрып бассаңыз, егер қатты басып тұрсаңыз ойып қалады. Егер салмақ салмай тұрсаңыз оймайды онда бір жерде тұрғанда. Соң көбісі әйтеуір мына жерін неге орап алады? Бумажный скотчпен мына жерді орап қояды көбі. Оның себебі менің ойымша ылғи да былай ұстайды да міне. Жерге тақап, мен де солай ұстадым. Ана шланг мүжіп тастайды осылай. Сөйтіп ана шланг жыртылады бір күні. Сосын бумажный немен скотчпен орап қояды. Жыртылмай тұрып бірден орап тастау керек шығар, негізі бумажный скотчпен. Тағы бір кететін жерін мына жері кетеді. Бұл вентилятордың ішінде шаң жиналған кезде қажалады ғой деймін. Бұл көп жағдайда кете бермейді, бірақ осы вентилятор тесіліп қалатындар кездеседі. Бұл бізде жеткілікті. Қазір мен бір запчастарды апарып көрсетейінші. Сосын щеткасына қарап тұрыңыздар үнемі. Щетка тозған кезде ауыстырып тұрған дұрыс. Мына жер ысып кетті қазір қызып. Өйткені сол тозған щетка якорыңызды құртады. Сосын якор ауыстыру керек болады. Ал біз бір жылдың ішінде якор тегін ауыстырып береміз. Екінші рет келсеңіз, якордың бағасы 15 000 теңге болды. Енді төре жаймен істеген кезде шаң болды ма? Түсіріп. Шаң болмады ма? Бұлай шаң шығады, ондай үлкен шаңдатпайды, білмеймін. Бізде мына жерде наждачный кругтар тұрғандар. Әртүрлі размерлері. 40-тықтан бастап 60, 80, 100 деп кете береді. Мынандай сарылар да бар келген жаңадан кейін. Сосын запчастар жағынан. Мына біреу шурупты Қытайдан алдырдық енді. Ұят Қытайдан мынандай шуруп алдырған. Бірақ не істейміз, бізде жоқ. Осын көп адамдар осын жоғалтып алады. Шлиф машинка алған адамдар болса, көріп отырған көрермендеріміздің арасында. Ана қысатын шурубы бар ғой. Сол жоғалып қалғандар көп. Бізге ремонтқа келген кезде соны түсіріп алады. Ол шуруб емес екен. Мынау жаңа тарелканы ұстап тұратын нәрсесі ғой. Осыда кетіп қалады. Бір пакет, мынандай губка бар. Міне мынау жаңа вентилятор. Мынау кетіп қалады. Қажалып тесіліп қалады мынау. Сосын
мынау жұмсақ губкаларын осы көп тозып кетеді бізде. Сосын мынау бір коробка мынандай зат. Щеткасы ғой. Тозып кетсе, бір жерлері бұзылып қалды деп тастай салмай, алып келсеңіздер, біз ауыстыратын жерлерін ауыстырып, қыздай қылып жібереміз ғой. Мына жақта да шлип машинканың сол нелері, наждачный кругтары, қалған жаңағы ішіндегі диодный лампочкалар күйіп кетеді, якоры, жаңағы щеткалары, оның барлығы біздің Мақатаевадағы мастерскойымызда жиналып тұр. 30 квадрат метрді шкурклеп болдық. Енді шаң сорғышы жартылай шаңды сыртқа шығарып жатқан сияқты көрінгенмен, мынаның ішінде кәдімгідей жинап алыпты. Мынаның ішінде бір 2 килограммдай смесь бар. Ливкас. Негізі шлифовальный машинка маған өте қатты ұнады. Бұны төбеде жұмыс істеген кезде негізі ыңғайсыздау болған, қабырғаға ешқандай ыңғайсыздық тудырмайды. Бағасы негізі қолжетімді. Егер сіз осындай отделка саласында жұмыс істейтін болсаңыз, онда ең болмаса шлип машинка алып істетіп көріңіз, сонда сіз инструменттің қаншалықты адамға керек екенін, қаншалықты жұмысты жылдамдататынын түсінесіз. Ары қарай келесі инструменттерді сатып алып бастайсыз. Өйткені жұмысыңызды әлдеқайда жеңілдетеді ғой. Осы инструменттің арқасында сіз табысыңызды көбейтіп, үйіңізге, семьяңызға, бала шағаңызға көбірек тиын-тебен апарып бере аласыз. Титтей де болса, алға басып, бұрынғы старый методтан құтылып дегендей. Сол үшін алып қояйық десең қалжың. Давай. Видеоны аяқтайық онда. Сау болыңыздар, келесі жолы осы қабырғаның бетіне краска шашатын боламыз. Бұны қолмен шкуркіңе жарыстырып керек жоқ деп ойлаймын. Көріп отқан адамдардың бәрі біледі, қолмен шкурклеген қандай екенін, оның қиыншылықтарын. Бір 10 квадрат істегеннен кейін қол адам шаршап талатын болу керек одан. Қолжетімді бағада Каспий магазинінен алсаңыздар болады. 12 айға, 24 айға дейін қазір бөліп төлеуге болып жатыр. Осы уақытқа дейін біз осындай шлип машинаны Қазақстан бойынша 1000 данасын саттық. Соның өзінде әлі де осы аппарат туралы білмейтін адамдар бар екен. Сол үшін өзіңіздің жақын құрылыс саласына жақын жүрген таныстарыңыз, достарыңыз болса, ағайындарыңызға осы видеомен бөлісіп қойыңыздар. Олар да көрсін. Осы аппараттың егер қалай жұмыс істейтінін білгісі келсе, біздің кез келген қаладағы офистерімізге, магазиндерімізге келіп, қалай жұмыс істейтінін өз көздерімен көріп, демонстрация тегін жасап үйрене алады. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Oxyprop компаниясы. Мен Қуанбай Ерназаров.